Қайырлы күн балақайлар. Бүгін біз сіздермен Part 2 Activity Book'тың екінші бөлімінің Lesson 2 екінші сабағын өтетін боламыз. Exercise 1 Match and color дейді. Сәйкестендір және боя дейді. Мұнда біз мына жерде жазылған сөздерді тауып, бұндағы әріп сандармен сәйкестендіруіміз қажет. 13 дегеніміз бізде 13, яғни 13-ті белгілейміз. Міне 13 қандай түс? Сары, яғни yellow сары түспен бояймыз. 20 дегеніміз бізде неше? 20, міне 20-ға белгілейміз. 20 бізде қандай түс? Purple, күлгін түс. 19-ды белгілейміз. 19 бізде қандай түс? Blue, көк түс. 11 бізде 11 міне бізде. Келесі 18 дегеніміз бізде 18-ді белгілейміз. Қандай түспен бояймыз? Қызыл. 16 деген бізде 16-ны табамыз. 16 бізде сары түс, яғни мына сөзді жазуды сары түспен бояймыз. Келесі 12 бізде 12-ні табамыз. Мінекей 12-ге апарамыз. 12 қандай түс бізде? Жасыл, яғни мына 12 деген сөзді біз жасыл түске бояймыз, 14 дегеніміз 14 мінекей 14 деген бізде orange, қызғылт сары. 17 бізде 17, міне 17-ні белгілейміз. 17 бізде жасыл, green, жасыл түске бояймыз. 15 бізде 15-ті бұлай белгілейміз, 15 purple, күлгін түске бояймыз. Next, exercise 2. Write the numbers. Жазамыз номерлерді, Қарадық, біріншісіне 13 санын көрсеткен, жазылуын жазуымыз қажет. Екіншісінде 11 жазамыз. Үшіншісінде 15 деген жазамыз. Егер жазылуын білмесек, мына жерлерден көріп жаттықсақ болады. 15 жазамыз. Келесі 14. 20 бізде 20, 17, 17-ні қалай айтамыз? Біз 17 дейміз, 16-ны қалай айтамыз? Біз 16 дейміз. 19-ды қалай айтамыз біз? 19. 18-ді қалай айтамыз біз? 18. 12-ні қалай айтамыз біз? 12. Балақайлар, сендерге түсінікті ма? Егер түсініксіз болса, сұрақтарыңыз болса, комментарияға қалдырсаңыз болады. Міндетті түрде жауап беретін боламын.